Ассалаумағалейкум достар. Біз осыдан бұрын 2 ай бұрын газ заправка саласын түсірген болатын тоғымыз. Сол салаға, яғни цехқа келдік. Цехта жұмыс барысын көрсететін боламыз. И біздің YouTube канал арқылы қанша клиент келді, сол туралы сіздерге көрсететін боламыз, сол туралы сұрайтын боламыз. Және де бүгін жаңада тағыда бізбен бір кәсіп құпиясымен бөлісейін деп жатыр. Тағыда қосымша осы газ заправка саласы тағыда қосымша заттар қосқан екен, өздері шығарып жатыр екен, бағана бөлісіп жатыр екен де. Соңына дейін көріңіздер, подписаться етіңіздер. Өте қызықты информация білетін боласыздар. Темір затты негізі өте дефицит. Негізі мына токарный цехтер өте қатты іздейді. Мынау АГЗСті 90% қазақстандық қылғымыз келеді. Газды жіберетін құрылғы клиенттерге газовый колонка дейді орысшасы. Қазір бұл жерде тұрған бағасы дайын болғаннан кейін 3,3 миллион болады. Ассалаумағалейкум достар, Бәкемен тағы да екінші рет келіп жатырмыз. Жалпы мынау ішкі кухнясына бізге кіргізді. Және де бізбен жаңадан новинка құпиялармен бөлісемін деп жатыр. Осы жаңаға бочка қалай өндіріліп жатыр, және де новый аппараттары бар екен, және де чугунный бірдеңелері бар екен, соны түсіндіретін болады. Бәке, өзіңіз жаңағыда осы YouTube канал 2 ай алдын түсірдік, қыстың күні түсірдік қой, январда. Біз YouTube арқылы сіздерге қанша клиент келді? Біріншіден, ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Бізде сол YouTube-тан түсіргеннен кейін 2 клиент келді, және үшіншісі звондады. Қызығушылық бар адамдарда. Астында комментариялардан да білуге болады оны. Және біздің жаңағыдай келіп, бүкіл кісілердің сұрағы ол қанша кубтан болады, ақшасы қанша, және документ жағынан сұрайды. Біз олардың бүкілін түсіндіріп, жағдайларды айтып, ескертіп, бүкіл системасын айтамыз. Және де біздің мынау келіп отырған жеріңіз, бұл біздің цех. Мынау қазіргі заказ істеліп жатқан, уже сатылып қойған. Бұл Қызылорда қаласына келіп жатыр. Бәке, бұны қазір газ заправкынан бұл не деп аталады бұны? Бұл құрылғы газды жіберетін құрылғы клиенттерге. Газовый колонка дейді орысшасы. ТРК, топливо-раздаточный колонка. Жанармайды үлестіру колонкасы деп аталады. Бұл жаңағыдай біз қазір онында Ресейдің қымбаттағанына байланысты өзімізде құрастырып шығаруды ойлап жатырық, істедік. Қазіргі кезде бізде сол қаражат тапшылығы байланысты инвесторге жаңағыдай ақшаға байланысты қазір тоқтап тұрсыздар. Аз шығарып отырсыздар. Иә, аз шығарып. Қанша тонна бұл кубқа қалай бөлінеді? Бұл 6,5 куб. 6,5 куб. 3 тоннаның шамасында газ сияды ішіне. Полный жаңағыда несімен, оборудованиямен, арт берумен, или жеткізіп берумен, жеткізіп бересіздер ме, или только арт бересіздер ме? Жеткізіп беру ол біз Қазақстан бойынша істегендіктен, жеткізіп беру ол клиенттің несінде. Клиент өзі, иә? Клиенттің. Өз жерден алып кетеді, иә? Қанша осының бағасы 7 куб? Қазір бұл жерде тұрған бағасы дайын болғаннан кейін 3,3 миллион болады. 3 миллион. Иә. Ал артып беру, жаңағы басқа сұрақтарымен уже баға өсе береді, қосыла береді. Бағана қосып айтып кететін жаңағы мотордың қасына чугун жаңағы бір нәрсе изобретениесі жасадық дедіңіз ғой, осыны қазір құйып жатырмыз деп. Соны көрсетіп кетсеңіз, Бұның бағасы или болмаса сіздерден алып, оптың бағада алып, или болмаса ақша құйып қойып, сол айналысуға бола ма сіздермен? Иә, әрине, егер қызығатын кісілер болса, жекеге шығып, жаңа шарттарымен танысып, өзіміздің істеу шартымен сонымен істесе беруге болады. Бұл да өте сұранысқа ие зат. Бұл сонау Ресейдің алыс қаласына келеді, өте алыс жерден. Сондықтан логистика, өнім қазіргі Ресейге санкция байланысты бұндай товарларды шетке шығару қиындап қалды. Сондықтан бізде өндіру өте тиімді шешім болып табылатын еді. Шетелдің бағасынан қаншалықты бұл арзан или қымбатқа түседі? Арзан ба или қымбат па? Арзан деп айта алмаймын, себебі көп материалдар шетелден келеді.
Бірақ бұл бізді біреуге тәуелділіктен құтқарады. Қалаған уақытта өзіміз шығара аламыз, қалаған количествода. Сондықтан шетелдің тәуелдікті құтқарады. И баға жағынан 20%-ке арзан болады, 20-30%-ке. Мынау насос істетеміз, российский насос. Бұл негізі шыққан жері Америка салынады, Коркин дейді. Бұны біз қазір енді өзіміздің производство қылып, өзіміздің өндіріс қылып, қазақстандық қылып шығарайын деген ойымыз бар. Қазір бастама. Қазір өздеріңіз шығардыңыздар, а? Бұны дәл қазір шығарған жоқпыз, бірақ қазіргі таңдан уже бастадық. Иә, шығарып. Оны тексеріп, испытание болған екен, 100%-ды сенім болған екен, оны елге сатамыз. Жалпы мынау чугун, иә? Жоқ, ол чугун емес, бұл темірден жасалған болады. Чугун қайсы жатады чугунға? Чугун ол темірдің бір несі? Айтсам екен. Темір чугун отдельный өзі бұл. Мына зат чугун болып саналады. Мына зат чугуннан істеледі. Мына корпус чугуннан істеледі. Чугун бұл мысалы Қазақстанда әлі енді дамып келе жатқан сала ғой. Иә, бұнда Шымкентте бір-екі адам құяды, бір-екі компания. Және бұл қатты дамымаған. Құрметті достар, егер де жаңағыда чугундан бір заттар керек болса, біз өзіміз құямыз, производствоны бастадық дейді. Бағана өзіңіз айтып кеткендей, инвестор керек деп жатыр. Жаңағыда инвестор сіздерге не үшін керек? Біз инвестор мынау газ заправканың мысалы отандық үлесін үлкейткіміз келеді. Мысалы бочка Қазақстанда шығатын компания аз. Біз сол бочканы шығару ойда әлі. Құдай қаласа, осы жақын арада бастаймыз. Ниеттен бастыңыздар, Иә, оның аппаратын алып қойдық. Жақында екі аппаратын істейміз. Сонымен Құдай қаласа, алай жазса, сол бочканы істеп, мынау АГЗС-ті 90% қазақстандық қылғымыз келеді. Себебі негізі бұл Қазақстанда көбісі Қазақстаннан әкелмейді ғой, иә? Иә, бұл Қазақстанда шықпайды. Бізде мынау емкість өндірісі жоқ Қазақстанда. Болса да әлсіз дамыған, бағасы қымбат, қолжетімсіз. Ал біз оны жаңа бүкіл қазақстандықтар мысалы газбен қамтамасыз ету үшін, үйде газ қондыру үшін біз бочка өндірісін қолға алғымыз келіп тұр. Және бочкамен қатар сол қатар жүретін насос бар. Міне насос, сосын жаңа колонка, газ құятын колонкалерді. Оны көріп кетейік, бағанағыда. Күнделікті қанша штук шығарасыздар осы тура осы аппараттан? Енді ала жазса, бұдан бір күнделікті шығара алатын мөлшер 30 шақты, бірақ ақша жаңа қаражаттың тапшылығынан қазір 1-2 штук шығарып жатырмыз. Егер бұны Өзбекстан или болмаса Қырғызстан или Тәжікстан деген сияқты басқа шетелдерге алып кететін болса, документ жағы қалай болады? Документ жағын біз сертификациялаймыз. Темірдің жаңа КСТ дейді. Сертификат, қазақстанск сертификат. Оны алу ойда, бірақ әлі алған жоқпыз. Бұл ішкі өнімге қолданып жатырмыз, өзіміздің сұранысқа. Егер клиент жағы көбейіп жатса, оны да ойластырып, документ істеп, қазақстандық өнім деп шығарып береміз. Достар, мынаны чугун деп айтылады. Яғни мынау темір затты негізі өте дефицит. Негізі мына токарный цехтер өте қатты іздейді. Жаңағы мына мотор нелеріне негіз базада өте табу қиын. Қазір мына Байке өзі таныстырып кетеді. Мына жалпы немнеге пайдаланасыздар? Бұл біздің газ заправканың насосы, жаңа қолға алдық дедік қой. Соның насосы, бұның бастапқы. Бұны өздеріңіз құйдыңыздар, иә? Иә. Бұны өзіміз құйдық. 100% қазақстандық өнім деп айтуға болады. Жалпы сіз бағана айтып жатқаныңыз, осыған инвестор іздеп жатырмын, өте сұраныс көп екен девасыз ғой. Қазақстанда негізі жоқ. Қазақстанда бар, бірақ кейбір салалар бізде әлсіз дамымаған. Иә, мысалы бізде газ заправка саласында мына затқа спрос бар, бірақ бұны істейтін адам жоқ. Мысал ретінде сізге бір клиент келді, маған мынандай зат құйып бер, шаблон ретінде әкеп берсе, осыны чугун маған құйып бер аласыздар ма?
деталь. Иә, құйып бере аламыз. Егерде шаблон деталь болса. Иә, құйып бере аламыз. Құрметті достар, егерде осы чугунный зат бір керек болатын болса, сіздер шаблон қылып әкелсеңіздер, заказ жалпы алады. Енді бір штукқа емес, енді ол кемінде 10 штук, иә? Кемінде ол үлкен заказ болу керек, себебі оның қалып істелінеді, ол кісіге невыгодно болуы мүмкін, тиімсіз болуы мүмкін. Істеп жатқан кісіге тиімсіз болуы. Бұл біздің, мысалы, бізде арнайы өзімізге құямыз, жаңағыдай бөтен адамдарға құю сирек, себебі ол үлкен заказ болмаса, оның шығыны бар, жаңағыдай. Не стоит, интерес жоқ та. Жаңағыдай біз өз саламыздың заттарын бастадық. Қазір тек қана өздеріңіз үшін қамтамасыз етіп отырсыз. Иә. Келешекте істесе беретін бағыттар болып тұр, істейтін бағыттар, ол қосымша заказ қабылдаймыз келешекте. Тура осы колонканы басқа неге қолдануға болады? Бұдан бөлек, заправкадан бөлек. Бұл енді дәл осы тұрысы басқа затқа қолданыламайды, тек газға арналған. Бұл газ колонкалар болғандықтан. Ал мына қорап жағын айтатын болсақ, бізде қазір кез келген қорапты, ящик дейді ғой, сондай істейтін, мысалы, генератор, компрессор, кез келген қорапты істеуге болады сырт жағынан. Іш жағындағы құрылыстары бұл тек газға арналған. Басқа затқа қолдана алмаймыз. Заказ келсе, бәке қанша штуктан заказ қабылдайсыздар? Или 10 штук, 5 штук дегендей. Біз қазір 5 штуктан азын қабылдамаймыз, себебі тиімсіз, жаңағыдай, онымен айналысуға жаңағыдай уақыт бөлу, басқа нюанстар бойынша 5 штуктан азы тиімсіз болады. Бәке, сізге инвестор не үшін керек? Бізге инвестор осы құрылғының ай бойынша көлемін арттыру үшін, производствоны үлкейту үшін керек. Бұған спрос өте көп, жаңағы сұраныс. Және де сол сұранысты ертерек қанағаттандыру үшін көп мөлшерде бізге инвестор керек, шұғыл ретте қолға алу үшін. Қазіргі кезде бұл шығаратын көлеміміз өте аз, біз оған қанағаттанбай тұрмыз, және қазіргі кезде сол инвесторге сұраныс бар. Инвестор болам деген кісілер бізге жекеге шығып сөйлесуге болады. Жақсы, алла берекесін берсін кәсібіңізге. Яғни достар, осы жерде номерін қалдыратын боламыз. Бәкеңе звондап толық ақпарат алсаңыздар болады. Сіздерге қазір ішкі құрылғыны ашып кішігірім көрсететін боламыз. Не үшін керек бұл кісіге инвестор? Нұреке, сіз көрсетшіңіз. Бұл, короче, бағана айтып кеткендей, осы ішкі нелердің бәрі шетелден келеді екен. Осын жаңа оптым алу керек екен да. Оптым егер алатын болса дейді, яғни арзандау түседі, тиімді түседі екен да бізге. Сол үшін жаңағыдай инвестор керек дейді. Мысалы, бағана 10 миллион теңге деп кетті ғой, кемінде жаңағыдай 5-6 миллион теңгеге осындай электроника мынаны ішіне, мынандай пусковой нелер, аппараттар сбрасываемый, жаңа нелер, сбрасываемый аппарат, мынандай шлангілер, оптым алдырамыз дейді. Содан кейін, короче, үлкен көлемінде сатамыз дейді. Яғни жаңа салада негіз бұны баяғыда Россиядан әкелгенбіз дейді. Енді бұны өзіміз өндіріп жатырмыз дейді. Сол үшін егерде кім газ заправкасын ашатын болса, или толық несін сатып алуға болады, бочкасымен, франшиз емес, бочкасымен, несімен толық 3 миллион 300 мыңға сатып аласыңыздар болады. Болмаса, осы құрылғы бөлек сатылады. Бірақ бір штуктап сатпаймын дейді, кемінде 5 штуктап жоғары сатам дейді. Даже егерде или болмаса ақша құйып, осы кісімен ақшасын бөлісіп отырсаңыздар бұл. Ақшасы бар кісілерге, құлақтарына алтын сырға, осы аппараттарға ақша құйсаңыздар болады. Яғни договор, сөйде полный документациялардың бәрін сіздерге түсіндіріп айтатын болады. Телефон арқылы. Или болмаса жолығып сөйлессеңіздер болады. Ақшасын, ақшаларыңызды еселеп шығаратын боласыздар уже. Құрметті достар, егерде осы видео сіздерге тиімді болса, осы ақпарат сіздерге ұнаған болса, міндетті түрде лайк басыңыздар. Және де подписка обязательно подписаться етіңіздер. Және де колокольчик басыңыздар. Пікірлеріңізді обязательно қалдырып қойыңыздар. Біз үшін ол маңызды. Маңызды. Бізге мотивация береді, ол сіздердің пікірлеріңіз, яғни мотивация береді. Әрбір видео біз тегін түсіріп жатырмыз. Осы видеоны өтініш бағалаңыздар.